Сәлеметсіздер ме, құрметті 11 сынып оқушылары? Бүгін бізде қазақ тілі пәні бойынша экология, ядролық және мұнай өндірістері бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты: мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып талқылау сұрақтарын құрастыру және сыни тұрғыда бағалау. Бағалау критерийі: мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып талқылау сұрақтарын құрастырады. Көтерілген мәселеге сыни тұрғыдан баға береді. Бірінші тапсырма бойынша мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Қазақстанның экологиялық жағдайы. Ғаламдық экологиялық проблемаларға климаттың өзгеруі, озон қабатының бұзылуы, биоәртүрліліктің азаюы, шөлейттену және жердің құлдырауы, деградация жатады. Ұлттық экологиялық проблемаларға экологиялық апатты аймақтар, Каспий теңізі қайраңы ресурстарын белсенді игерумен байланысты проблемалар, тарихи ластану, трансшекаралық мәселелер, әскери ғарыштық және тәжірибелік кешендер полигондарының әсерін жатқызуға болады. Жергілікті экологиялық проблемаларға ауа бассейнінің ластануын, радиоактивті тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтарды, табиғи және техногендік төтенше жағдайларды жатқызуға болады. Адам әрекетінен Қазақстан жерінде тез шешуді қажет ететін проблемалар бар. Кейбір үлкен қалалар мен өндіріс орталықтарында қоршаған орта ластануда. Ауаға шығатын улы заттардың концентрациясы ауыр металдар, шаң-тозаң, күкірт тотығы, көмір қышқыл газы және тағы басқалар белгіленген мөлшерден 10 есе артық. Ең ауыр жағдай Тараз, Теміртау, Алматы, Шымкент, Балқаш, Риддер, Өскемен және басқа да қалаларда қалыптасқан. Осы қалаларда лас заттардың концентрациясы жыл бойынша белгіленген мөлшерден 5-10 есе артады. Ауа кеңістігінің ластануы пайдалы қазбалар өндіретін аудандарда да байқалады. Атмосфераның ластануы Байқоңыр космодромында ғарыш кемелерін ұшыру кезінде де байқалады. Өнеркәсіпті аудандарда ауа кеңістігінің ластануымен қатар, ластану сол жердегі су көздерін қамтиды. Сырдария өзені ағысының 35-40% өндіріс орындарының қалдық суларынан тұрады. Өзен суында дизентерия, паротит, гепатит, сүзек ауру қоздырғыштары мен өте қатерлі гексахлоран ДДТ кездеседі. Өнеркәсіп орындарының ластаушы заттарына жер игеру нәтижесінде пайда болған масштабы химиялық ластанудың көлемдері ұлғаюда. Өсімдік жамылғысын қорғайтын әртүрлі химиялық заттар, дефолианттар, пестицидтер, мөлшерден артық қолданған тыңайтқыштар тек қана қоршаған ортаны емес, тамақ өнімдерінде ластауда. Семей ядролық полигонында да экологиялық апатты аймақ қалыптасып отыр. 1948-1964 жылдар аралығында Семей полигонында жер бетінде ядролық сынақтар жүргізілді. Ал 1964-1989 жылдар аралығында жер асты сынақтары жүргізілді. Ядролық қару-жарақтарды сынау аймақтың табиғи ортасына және халықтың денсаулығына кері әсерін тигізді. Республика көлемінде қоршаған ортаны қорғауға бағытталған жұмыстар жоспарлы түрде іске асуда. Олар жер қойнауын тиімді пайдалану, минералды шикізаттарды кешенді пайдалану, игерілген жерді рекультивациялау және көгалдандыру. Бірінші тапсырма бойынша сіздер берілген сұрау есімдіктерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның көзқарасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастырасыздар. Екінші тапсырма. Бұл тапсырма бойынша бүгінгі таңда экологиялық проблема біз үшін ең өткір тақырып болып отыр. Қазақстанның экологиялық проблемалары және оларды шешу жолдары ғаламдық міндеттер қатарында деген ойды жалғастырып, автор көтерген мәселеге баға бересіздер. Құрметті оқушылар,
Жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша мәтінде көтерілген мәселені анықтай алғандарыңызға 1 ұпай, мәселеге автор мен оқырманның көзқарасын анықтай алғандарыңызға 1 ұпай, 4 талқылау сұрақтарын құрастырғандарыңызға әр құрастырған сұрақтарыңыз үшін 1 ұпайдан аласыздар. Екінші тапсырма бойынша мәселеге сыни тұрғыдан баға бере алғандарыңызға 1 ұпай, өз ойларыңызға дәлелдер келтіре алғандарыңызға 1 ұпай, аудиторияны тарту үшін шешен сөйлегендеріңізге, яғни жаза білгендеріңізге 1 ұпай, өз көзқарастарыңызды дәлелдей алғандарыңызға 1 ұпай аласыздар. Барлық ұпай саны 10. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.